Американың вакцинасын беріп жібер деп қолқа салып хабарласып жатқан қазақта қисап жоқ. Жан бәрімізге керек. Қытайдың вакцинасынан қырылып жатқан ел, ол да жасырын емес. Орыстың вакцинасына сенуге болмайды. Бір заман келіп, шайтан екеш шайтанның өзіне де сенуге болатын заман туа жатса да, Орыс пен Қытайға сенуге болмайды. Әсіресе Орыс пен Қытайдың тепкісін, қорлығын, қырғынын ғасырлар бойы көрген қазақтың осы қызыл Орыс пен қызыл Қытайға сенетін еш қақысы жоқ. Біз тек бұлардан қорлық көрдік, зорлық көрдік. Одан басқа ештеңе де жоқ. Мына Америкада жүріп, ағылшындармен, саясаткерлермен, зерттелмендермен сөйлесіп отырып, қазақтың қанды тарихын оларға әңгімелеп бергенімде, тыңдап отырып көздерінен жас ағып кетеді. Біз шынында осындай таңғажайып, тауқымет тағдыры бар таңғажайып халықпыз. Құдай тағала осы Орыспен де Қытаймен де алысып шыдайды деп, бізді осы екі жауыз империяның ортасына қойып қойған. Шынында солай болды. Бірі батыстан шығысқа қарай ерген ентті, кеңірдегіне қылқан болып 3 ғасыр соғысқан біз ғанамыз. Бірі шығыстан батысқа қарай ерген ентті, оларды Еуропаға жібермей, ғасырлар бойы соғысқан тек біз ғанамыз. Енді олар сол ата кектерін, өздерінің ата жауларын, ұлан-ғайыр даланы ұстап отырған азғантай ғана халық бізді тамырымызбен жұлып, үрім бұтағымызбен құртпақшы. Соғысып қыра алмады, геноцид жасап қыра алмады, неше түрлі атомын жарып қыра алмады, ракета ұшырып аспаннан у жауып қыра алмады. Міне тұқымымызды өсірмей, мына соңғы 30 жылда ел жұрт, біз қатарлы ел жұрт, міне бізбен жан саны бірдей 15 миллиондық өзбек, міне 50 миллионға таяды. Ал біз сорлы қазақ әлі өспей отырмыз. Неге? Қытайдың азық-түлігі мен Қытайдың киімінен уланған қазақ белсіз бедеу болды. Өзінің киімін киіп, өзінің тамағын жеген өзбек саны өсіп, ұрпағы көбейіп 50 миллион болды. Аш өзбек, кедей өзбек 50 миллион болды. Тоқ қазақ, бай қазақ өспей 15 миллионнан аса алмай отыр әлі. Бұның барлығы біздің мына ұлан-ғайыр даламызды алу үшін. Бұл дала, ұлан-ғайыр дала десе, көзіңе кішкене көрінбесін. Бүкіл жер шары дейтін планетадағы 9-шы үлкен территория бізде. Жеріңнің асты да үсті де байлыққа тұнып тұр. Енді осыны алу үшін жаулап алу, қырып алу, саяси жолмен алу, соғыспен алу, дінмен жаулап алу, быт-шыт алу, тұқымыңды өсіртпей алу, жаңа саясаткерлерді сатып алу, анау-мынау алу, идеологиялық жаулап алу, экспансия, экономикамен жаулап алу, қарызға буып алу, оның бәрі іске аспай енді қайтты, тұқымыңды тұздай құртып, биологиялық қарумен қырып алмақшы. Оның төте жолы осы вакцина. Қытайдың вакцинасы да, Орыстың вакцинасы да оңып тұрғаны жоқ. Қытайдың вакцинасынан да адам өліп жатыр, Орыстың вакцинасынан да адам өліп жатыр. Қаншама елді көріп жатырмыз, төбесінен дәрі шашқан ел көрмедік. Төбесінен дәрі шашылып, қынадай қырылып жатқан тек қазақ қана. Ал басқа өңге жылдары неғып ондай дәрі шашылмайды? Тек былтыр мен биыл неге дәрі шашылады? Яғни бұл жерде бір ғана мақсат бар, қазақтарды қынадай қыру болды. Сондықтан жер шарында бүкіл дүние жүзінде тек қана Қазақстанда белгісіз өкпе қабыну ауру деген ауру былтыр аталды. Оған бүкіл адамзат шошып кетті. Ойбай, коронавирустан басқа тағы бір белгісіз ауру пайда болыпты. Анау Қазақстан дейтін елде деді. Бүкіл дүние шошыды. Ойбай, ол қай ел деп ел жапа тармағай карта қарап, Google Map'тен іздеп кетті. Google картадан. Сөйсе Бораттың ел, Боратсын. Қайсы миллиардерлердің бәрі шетелге қашатын ел ме? Иә.
Әгі ақылды азаматтардың бәрін шетелге қуатын ел ма? Иә. Әгі коррупциядан дүние бойынша алдыңғы қатарлы ел ма? Иә. Әгі мұнай мен газға бай болғанмен халқы қайыршы ел ма? Иә. Әгі қыздарда жезөкшеліктен бренд болған ел ме? Иә. Әлгі педофилдіктен кәмелатқа толмаған қыздар мен ұлдарды қорлау, зорлаудан бірінші ел ма? Иә. Анау жыныстық зорлық зомбылықтан бірінші ел ма? Иә. Отбасылық зорлықтан бірінші ел ма? Иә. Анау алкогольді ішімдіктерді ішуден және содан туатын қылмыстан бірінші ел ма? Иә. Әділетсіз сот болатын елден бірінші болатын ел ма? Иә. Өз-өзіне қол жұмсап өлетіндерден бірінші ел ма? Иә. Ойбай, бұл Қазақстанда енді тағы бір сұмдық, мынау бір Құдайдың қарғысы тиген ел екен ғой. Бұл да тағы мынау коронадан тыс бір ауру тарапты ғой деп бүкіл дүние дүрлігіп жатқанда, сөйтсе мына біздің сұмырай дәрігерлер мен саясаткерлер мына Қытай деген мына сұмырайларды Құдай көріп, анау коронавирус десе Қытай ренжиді деп, халық шошиды деп, өздерінше белгісіз өкпе қабыну ауруы деп атаған әлеттер бір таңат қояды. Одан дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы кіріп келіп тексеріп, ой, бұнауың корона ғой деп барып, сосын барып қазақтар, корона ма, бопты, корона деп жариялады. Қырылып жатыр қазақ. Былтыр да, биыл да қырылып жатыр міне. Дүниеде басқа ел өтіп жатқан жоқ. Еуропаң аяқтады міне. Тайванда тып-тыныш. Гонконгта бір-ақ адам өлді, оның өзі 93 жастағы кемпір. Корея тып-тыныш, екі Кореяның екеуі де тып-тыныш. Міне, қырылып жатқан тек қазақ. Енді вакцина мәжбүрлейді. Көптеген елдер вакцинаны мәжбүрлемейді. Бізде шығады ондай заң. Ал ол вакцина не істейді? Сені құртады. Белсіз боласың, бедеу боласың. Бітті. Құрисың. Енді Американың вакцинасын жіберіп бер дейді. Мен қанша қазаққа жіберіп берем? Не, Байден менің нағашым ба, құдам ба, не? Бере қойшы, мына қазақтар сұрап жатыр енді. Өзіміз келісеміз ғой деп бұлай. Ауаша алып шығып қалтасына бірдеңе, бір 10 мың теңге салам ба не? Байденнің қалтасына. Камалаға барып, әпке деп, әпше деп, Шымкентше сөйлесем ба Камаламен? Камала Харрис Байден бермейді. Сен ендеше Қытайдың вакцинасынан қорқсаң, орыстың вакцинасына сенбесең, енді неге талап қылмайсың өз құқыңды? Неге талап қылмайсың? Ашық шықпайсың? Неге наразылық танытпайсың? Әдірам қалсын Қытайдың вакцинасы. Қойғызбай, маған Американың вакцинасын жібер деп неге талап қылмайсың? Американың елшілігіне неге арыз кіргізбейсің? Неге видео үндеу тастамайсың? Неге әлеуметтік желіде жазбайсың? Неге Ақ үйдің сайтына тіке жазбайсың? Американың, Еуропаның елшіліктеріне жазбайсың? Бізді мәжбүрлеп Қытайдың вакцинасын қоймақшы. Ол адамды құқыққа қайшы, ол менің өз қалауым емес деп неге наразылық танытпайсың? Неге бауыздап жатса қойдай, қой құсап бауыздап аяғыңды буып жатса мәу деуге жарамай, неге жатырсың сорлы қазақ? Бітті ғой сені тонап. Әлем алдында масқара болдың ғой азғантай қазақ. Мына 200 мемлекеттің не алды емес, не арты емес, жуан ортасында жүрші осы. Жақсы болып алдыға кетпе, жаман болып артында шықпа. Бірақ бүкіл әлемдегі ең сұмдықтың бәрі тек бізден шығады ғой. Біз дүниеде барлық жамандықтан бірінші болып отырмыз ғой қазақтар. Алтын таудың үстінде аш жалаңаш дамбалсыз отырмыз ғой. Кетті ғой ел босып, шетелде жүр. Мұнайға, алтынға, газға, уранға, түсті металға, жер әлемдегі барлық байлыққа ең бай елдің халқы тентіреп тозып шетелде жүр. Қарызға болып жүр. Ана банктерін қан сорғыш бүкіл халқыңды кредитке байлап болды. Кредитке байланған қазақ құл қазақ. Ол кешегі құл, кәдімгі басыбайлы құл сатылатын. Таңнан кешке сол кредитінен басқа ештеңе ойламайды. Бітірдік қой жастарды. Басында жаңа қалай қарнымды тойғызам, қалай киінем, одан басқа арман бар ма қазақта қазір? Енді келіп маған хабарласады, Америкадан вакцина жіберші, Американың вакцинасы жақсы ғой дейді. Жіберейін, қанша қазағыңа жіберем, қаншауыңды құтқарам мақұл. Неге талап қылмайсың?
Неге өз ойыңды айтпайсың? Сен адамсың ғой. Сен анаған сенбей тұрсың ба? Айту керексің ғой. Ашыққа шығу керексің. Мен ұнатпаймын Қытайдың вакцинасын. Маған вакцина қойма де. Адамзат миллион жылдан бері вакцинасыз-ақ өмір сүріп келді ғой. Құдай тағала не? Адам ата мен Хауа ананы жаратқанда қалталарына вакцина салып беріп па? Абылай хан вакцина қойып па? Абай вакцинаның не екенін біліп па? Қабанбайға жауға шабарда вакцина салып ап па? Мен өз басым вакцинаға сенбеймін. Ал Қытайыңның вакцинасына миллион есе сенбеймін. Орыстікіне тіптен сенбеймін. Ал егер сен Американың вакцинасын ұнатсаң, неге талап қылмайсың? Жаса, вакцинаны талап қылып, Америка бізге көмектес, бізге тегін вакцина жібер, плакатыңды алып көшеге шық, талап қыл, арманыңды қой. Вакцина талап қылып көшеге шыққаның үшін 10 күнге қамалсаң, қамалып кетпейсің ба? 10 күнге қамалғаннан өлген бар ма? Үндемей, қол аяғыңды буса, жүнімді қырқат деп қойғысап жата берсең, біткенің сол қазақ. Мен қазақтарға егер қолымда билігім бар адам болсам, қазақтарға 100 мың жыл бойына қойдың етін жемеңдер деп бұйрық шығаратын едім. Абайдың бір сөзі бар ғой, егер қолымда билік құзыреті бар адам болсам, адамның мінезін өзгертуге болмайды деген адамның тілін кесер едім деп Абай айтады. Тура мен соны айтар едім. Ендігі қазақ мынау еуропалықтарға ұқсап сиырдың етін ғана жеңдірші. Міне еуропалықтар қалай міне сиыр міне бақырып, шақырып, өкіріп, мөңіреп. Сен бір сиырды бауыздаш, қалған сиыр қалай? Қасқырға да алдырмайды әуелі керек десең. Баяғыда қазақ жылқы мінездеді. Жылқы қымбаттап кетті де қой жедік. Сосын қойша болып кетті. Қай қауым, қай жануардың етін жейді, мінез соған тартады. Оны Конфуций айтқан баяғыда. Шошқаның етін жемеңдер деп Конфуций өзінің бір сөзінде айтқан екен. Рас болса. Кім соны жейді, соған табиғаты тартады деп айтыпты. Бұлай қарасаң келеді. Жабай қодастың етін жейтін халықтар бар. Шынында да мінездері солай. Қодастай, кәдімгі қайсар, сондай сүркейлі табиғатқа шыдап. Мына Африкада жабайы жыртқыштардың етін жейтін халықтар бар. Олар шынында да сондай жабай, қарны ашса бірін-бірі сойып бауыздап жеп қояды дейді. Кім қандай, енді біздің қазақтың жуастығы соншалық қой болып кеткенбіз ғой. Кейде мына орыстардың бізді баран дегенне елдер ренжіп жатады. Анау баяғыда Алла Пугачева сөйтті деп ренжіп жатады. Анау Боратқа ренжіп жатады. Сен егер сенде қасқыр мінез болса, солар соны айта алар ма еді? Егер сен арыстандай атылып тұрсаң, жолбарыстай жұлқынып тұрсаң, сені сөйтіп қорлай алар ма еді солар? Сен сол атқа лайық болып тұрсың ғой, соны арқалап тұрсың ғой, сорлы қазақ. Мәу деп қаракет қылмай, әшейін көсемсіп әлеуметтік желіде сөйлеп, ақыл айтып, тәуба шүкір дегеннен басқа нең бар? Ана қалың сектантың бар, молда имамың бар, тәуба қыл, шүкір қыл, болды, пітір, садақа, тоқал, соқал, басқа әңгіме ойлама, қатырма. Күнә айтып қайсаң күнә, бейтіп қайсаң күнә, тозақпен айтып, қорқытып, отырсын ғой сөйтіп бүкіл қазақ. Мен маған енді жазбаңыздаршы мынау. Америкадан вакцина жіберіп берші деген, мен бір Американ вакцинасын алып, бір кептердің қанатына жасырып, Қазақстандағы Мырқымбайға апарып бер деп, қалай жіберем мен? Қолымдан келмейді ол жіберу. Саған Американ вакцинасы керек па қазақ? Талап қыл құқыңды. Сұра. Америкаға хат жаз. Саяси жиналыстар өткіз, конференция өткіз. Баспасөз мәслихатын өткіз, ереуіл өткіз. 10 мың қазақ, 50 мың қазақ талап қыл, қол қойып. Неге бермейді Америка? Береді. 10 мың қазақ шықпаш. 2 мың қазақ маған Американың вакцинасын жібер. Мен Қытайдың вакцинасы сенбеймін деш. Саяси мүдде үшін болса да, жарнама үшін болса да Америка саған жібереді. Ертең келесі ұрпақ баяғыда қазақ дейтін халық болыпты, олар мына Орта Азияда бір жерде жасапты деп тарих сабағынан бізді оқып отырмасын. Тұқымымызбен бірақ қырылып қалмайық, айналайын қазағым. Мына қазірге дейінгі масқара болып, бүкіл жер әлемде масқара болып, мынау тоз-тозымыз шығып, мына бітіп отыр ғой міне қазіргі қазақ міне. Халық деген қазір міне қымбатшылық естіп біліп отырмыз Қазақстанда.
қайыршылық басталған, интернетте зарлаған, жылаған ел. Мына интернетте қазір екінің бірі қайыр сұрайды, ақша сұрайды. Соның бәрі қазақ. Ал шылқыған байларың бүкіл шетелден вилладар сатып алып, миллиардтарды ұрлап жасырып тығып отыр. Анау қара, анау ең сорлы, ең шеттегі ауылдың әкіміне қарашы. Алматы, Астанадан коттеджі бар. Қайдан келген ақша? Не қылған ақша? Анау ең сорлы, ең шеттегі ауылдың полициясын қарашы. Оның баласы Америка, Еуропада оқып жүр. Қайдан келген ақша? Айлығымен соған жете ме? Соны бір қазақ осы мәселені көтере алмайды. Мана қара, қалаларыңды қара, облыс орталықтары, аудандарды қара. Сонда шенді шекпенділер қай жеті әкесінен қалған байлықпен Еуропа мен Америкадан коттедж сатып алып отыр солар. Үнсізсің, бәріне көз жұмасың. Молдаң да сол. Молдаңға шейін бәрін Құдайға тапсыра салады. Құдай бұл дүниеге бізді емтиханға жіберді. Бұл дүниеде Құдай тағала бұл дүниеде бізден сұрақ алмайды. Бұл дүние сынақ бар. Бірақ оған бұл жерде тергелмейміз. Тергеудің бәрі ол дүниеде, ақиретте, Қарасат майданында тергелеміз. Сосын айырыламыз екіге. Құдай бұл дүниеге жер бетіне түсіп, мына дүниеде сенікі дұрыс, сен жемқорсың, сен парақорсың, сен халқыңды ездің деп ешкімді бұл жерде соттамайды. Бұл дүниеге жіберді бәрімізді еркіне. Бұл дүниеге сынаққа жіберіп қойды. Ақыр заман болатын ескертіп қойды. Пайғамбар елшілерін жіберіп қойды. Кітаптарды түсіріп қойды. Болды. Біз Құдай жасаған тауармыз. Адам, Құдай тағала жасады, үш түрлі жасады. Нұрдан періште дейтін жаралмышты жаратты. Оттан жын дейтін жаралмышты жаратты. Топырақтан бізді жаратты енді өзінің айтуында. Анау Ибрахим діндерінде, еврейдің дінде, Мұсаның қауымында, одан кейінгі Мұсадан кейінгі түскен Исаның қауымы қазір христиандарда. Одан кейінгі міне мұсылмандардың қауымында, Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам қауымында міне осы. Бәрінде айтып тұр. Сұрақ бар екен айтып. Бірақ сұрақ бүгінгі мына дүниеге келіп, періштелер аспанда шыр көбелек ұшып жүріп, жаңағы тергеуге алу, ол бұна дүниеде емес. Бар сұрақтың, бірақ ол дүниеде. Сондықтан Алла тағалаға тапсырып қойып жата берген жарамайды. Ақиқатты өзің ақырып тұрып сұра. Теңдікті тепсініп тұрып сұра. Әділетті өз қолыңмен орнат. Анау өңкей парақор, жемқор, іріп шіріген ұры, коррупционерлердің жаңағы жағалап, солардың туысқаны жағалап, солардың жаңағы ит аяғынан ас ішіп жүргендерменен, немесе солармен бір сапта жүргендерменен, олармен бір болмай ақ қой халқым. Қазір анау біз өзі марксистікке сенбейміз, бірақ сол марксистік ілімдегі үстем таппен жаңағы езілуші тап, қанаушы тап пен қаналушы тап деген сияқты Қазақстан қоғамында екіге жіктелді. Қазақстан қоғамында ат төбеліндей қанаушы тап қалыптасты, қаналушы қарапайым халық. Өстіп екіге жіктелді. Мынау аштықта, қорлықта, жоқшылықта, міне барлық сұмдықтарға төзіп отырған сол қарапайым қазақ халқы. Ренжімеңіздер. Америкадағы маған қоңырау шалып, хат жазып, Қытайдың вакцинасына сенбейміз, Американың вакцинасын жібер деген адам өте көп болып кеткеннен кейін осы лекциямды сөйледім. Өз құқыңды талап қыла білші қазақ. Басқа айтарым жоқ. Құрметпен Серікжан Біләшұлы.